Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қалдарыңыз қалай? Дендеріңіз сау ма? Еш бала шағаларыңыз аман есен бе? Каналға тіркеліп жатқан подписчиктерге Алла разы болсын. Подписаться етіңіздер, лүпіл басыңыздар, комментария жазыңыздар. Сіздерге шамамыз келгенше жақсы видеолар шығаруға тырысамыз. Бүгін енді мамыр айының 14-і, ауа райы өте тамаша, салқын. Негізі мамыр айы сондай бір шыбын, шіркейлі ай ғой. Көк шығады. Сондықтан бүгін салқын болғандықтан аса қатты маса мен шіркей жоқ. Біздің бұқаларымыз жайылып суға түсті. Қазір суарып үйге айдайтын боламыз. Так, не айтсам болады? Енді сіздер комментария жазып жатсыздар. Алла разы болсын. Жақсы комментария жазып жатсыздар. Сіздер жақсы комментария жазған сайын біз видео түсіргіміз келе береді. Бірақ енді біздің жақта интернет болмағандықтан көп видео сала алмаймыз. Тек интернетқа шыққан кезде саламыз. Осылай видеоларды түсіріп алып, содан кейін салып отырамыз. Енді комментариядағы сұрақтарға жауап бергім келіп отыр. Сен малды бос бордақылап жүрсің бе дейді. Жоқ, негізі басында малды үйрету мақсатында астау қойған болатынбыз. Бұқалар үйренсін, жемге үйренсін деп қанша айтқанмен жас малдар, бұлардың үйрену қиын, үлкен мал емес. Сондықтан жем астау қойдық, қазір астауды алып тастадық. Бұқалар үйренді. Қазір 34 бас бұқа жүр. Алла амандығын берсе, әлі аламыз деген ойдамын. Әлі 17-15 бас бұқадай алу керек. Енді бұйырғаны шығып жатыр, соны алып жатырық. Аллаға шүкір. Енді қыстың күні Алла амандығын берсе, бос бордақылайын ба деген ойым бар. Мынау менің сатып алған атым, жасы 6-да. Қаны енді бой кішкентай ат емес, қазақ емес. Будан шатыс мал, өте жақсы мал. Ат көкпар ойнаған, көкпарды тамаша ойнайды. Міне осындай бұл атқа жеке обзор болады деген ойдамын, бұйыртса Алла қаласа. Әлде осылай видео арасында салып, түсіріп, көрсетіп отыратын боламын. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Жақсы. Жаңадан тіркеліп атқан подписчиктерге рахмет. Тіркелгендеріңізге өкінбейсіздер деген ойдамын. Жақсы видеолар шығарып отырамыз. Енді сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сіздерге тағы да бірдем айтқым келіп отыр. Енді Алланың берген кең даласы болғандықтан кейде арам шөп болады, мал жемейтін шөптер болады. Соны мал жек қойса, іші үріліп кете ме? Және қандай ем қолдану керек? Болашақта керек болады деген ойдамын. Алдында бір бұқа ауырып қалды, бірақ жазылды. Сондай өзім подозрением болды, сол арам шөп жек қойды ма деген. Әлі Алла қаласа талай тау асып видеолар түсіретін боламыз. Каналдан алыстамай видеоларды қарап отырыңыздар. Енді біз жаңа ғана бастап жатқандықтан Алла қаласа мал басын әлі талай сандарға жеткізетін боламыз. Өзі Алла тағала қазақ даласына кең бергендіктен Сарыарқа даласында мал берген ғой, өзі қазақ еліне, қазақ жұртына малмен айналсын деп Алла тағала сондай бір кең жерді беріп қойды. Аллаға шүкір. Сондықтан малда береке бар. Малмен айналысыңыздар. Қаланы тастап ауылға келіңіздер. Ауыл деген бір тамаша, Алланың берген сыйлары. Соны осындай кең далада неге мал бақпасқа, неге өзіңнің ұнатқан шаруаңмен айналыспасқа.
Енді әртүрлі өмірде адамдар болады ғой, әркім өзінің әртүрлі профессиясы болады. Сондықтан қандай өз профессияларыңыз болса, сүйіп істеңіздер деген ойдамын. Сүйіп істейтін шығарсыздар, әрине. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар, қойыңыздар. Жауап беруге тырысамын. Және де видеоны ұзақ қылмай қойған дұрыс сияқты. Шама келсе 5 минуттық, 7 минуттық видеолар жарап қалады деген ойдамын. Міне малдарда тойынды кетіп бара жатыр, сондықтан бұларды артқа бұруға тура келеді. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер. Қате кеткен жеріміз болса түзетіп отырыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті менің көрермендерім. Сау болыңыздар.